Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 13-ші сабақ. Я әрпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта сендер я әрпі бар сөздерді сауатты жазуды және тірек сөздерді пайдалана отырып әңгіме құрастыруды үйренетін боласыңдар. Балалар, менің каналымды жоғалтып алмас үшін видеоның төменгі жағындағы подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңдар. Олай болса балалар, 51-ші жаттығуға қараймыз. Мәтінді дауыстап оқы. Бақтияр неге ұялды? Бақтияр мен Саят жолда шелегі суға толы қарт әжейді кездестірді. Әжей кішкене жүріп, тоқтап дем алады. Саят әжейге көмектеспек болды. Сонда Бақтияр, елдің бәріне бірдей көмектесе бересің бе? Деді оған. Бірақ Саят оны тыңдамай, әжейдің шелегін үйіне апарысып берді. Бақтияр бірде шөлдеп келе жатып, ауылдың шетіндегі үйге бұрылды. Ол сол үйден су ішкісі келді. Есікті ашқанда баяғы қарияны көрді. «Іш, балам, іш», деді әжей су беріп тұрып. Бақтияр ұялғаннан суды ішпестен далаға атып шықты. Мәтін балдырған журналынан алынған екен. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы? Балалар, мәтінде Бақтиярдың іс-әрекеті туралы, қария кісіге көмектеспегендігі туралы жазылған. Бақтияр неге ұялды деп ойлайсың? Бақтияр қарт кісіге көмектеспегені үшін ұялды. Оның орнында сен болсаң, не істер едің? Оның орнында мен болсам, үлкен кісіге көмектесетін едім. Ал балалар, сендер не істейтін едіңдер? Өз ойларыңмен бөлісіңдер. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді көшіріп жаз. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер Бақтияр, Саят, қарияны. Осы сөздерді дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазып аламыз. Келесі 52-ші жаттығу. Сөздердегі көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жазып, оның себебін түсіндір. Мұнда сөздер берілген, көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жазамыз. Пияз, ұрқия, дәрия, зиян, аяз. Барлығында я әріптері түсіп қалған, соны орнына қойып жазып шығамыз. Ал енді не үшін бұл әріпті қойғанымызды түсіндіреміз. Себебі и әрпінен кейін а әрпі жазылмайды, я әрпі жазылады. Сондықтан да я әрпін жазып шығамыз. Келесі 53-ші жаттығу. Сызбадағы сөздерді тауып жаз. Мұнда я әрпі соңында, ал мұнда ортасында кездескен сондай сөздерді тауып жазамыз. Тақия, мая, ұя. Аялдама, аянат, баяндама. Сендер де осы сияқты сөздерді тауып жазсаңдар болады. Келесі 54-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Қалқиып ұзын құлағы, елеңдеп қорқып тұрады. Жұмбақтың шешуі қоян. Жұмбақтың шешуіндегі сөзге дыбыстық талдау жасаңдар дейді. Балалар, жұмбақтың шешуі қоян, ал енді қоян сөзіне дыбыстық талдау жасаймыз. Қоян сөзінде 4 әріп бар, 5 дыбыс бар. Себебі я әрпі бізде и, а деген 2 дыбысты береді. Сондықтан да 5 дыбыс бар екен. Келесі 55-ші жаттығуға қараймыз. Құстарға қамқорлық тақырыбында берілген тірек сөздермен әңгіме құрастырып жаз. Тірек сөздер балалар, құстар, ұя жасау, жем шашу. Осы сөздерді пайдаланып, құстарға қамқорлық тақырыбында әңгіме құрастырып жазамыз. Құстарға қамқорлық. Балалар сабақта құстарға ұя жасады. Ұяны ағашқа іліп, алдына жем шашты. Құстар ұяға келіп, жемді жеді. Осылай балалар құстарға қамқорлық жасады. Сендер де осылай берілген тірек сөздерді пайдалана отырып, әңгіме құрастырсаңдар болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.